Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Асем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өзімнің сүйікті десертім өте нәзік, дәмді чизкейк Сан Себастьянды дайындаймын. Құрамына бізге керекті заттар: сүзбелі ірімшік, жұмыртқа, жүгері крахмалы, лимон шырыны, қант, клейгей қажет. Клейгейдің майлығы 33%-дан жоғары болу керек. Ал сүзбелі ірімшігіміз бөлме температурасында жылу болу керек. Ыдысқа ірімшігімізді салып біраз араластырамыз. Одан кейін үстіне қантымызды салып араластырамыз. Миксеріміздің араластыру жылдамдығы төмен болу қажет. Одан кейін лимон шырынын құямыз. Лимон шырынның орнына лимон цедрасын қоссаңыздар да болады. Жүгері крахмалын саламыз. Барлығын араластырып, жұмыртқамызды бір-бірден сала отыра араластырамыз. Миксерді баяу жылдамдықпен араластырамыз, немесе венчикпен араластырсаңыздар да болады. Жұмыртқаларымыздың барлығын салып, бір тегіс араластырғаннан кейін клейгейімізді құйып араластырамыз. Массамызды ұзақ араластырмаймыз. Осы массада мен 18 диаметрлі формада пісірем. Оны алдын ала пергамент қағазын төсеп дайындап қойдым. Массамызды дайын формамыздың үстіне құямыз. Пешімізде 200-210 градуста 50 минуттай пісіреміз. Чизкейкіміз піскені осылай қарай піседі және ортасы былқылдақ болады. 2 есе көбейген чизкейк соғаннан кейін біраз отырады. 2 сағаттай мен суыттым. Одан кейін формасынан шешіп алдым. Иісі керемет. Ыдысқа салып, мен жидектермен әсемдедім. Сіздер шоколад, жаңғақтармен, әртүрлі жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер болады. Үстіне қантын тағын септім. Ортасын кесіп көрсетейін. Ортасы крем тәріздес, өте нәзік болып шығады. Өзімнің сүйікті десерттарымның бірі. Осындай дәмді десерттар сіздер дайындаңыздар. Өте оңай, тез жасалатын. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.